Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Біздің тілші подкаст жобамызға 6 ай болыпты. Данияр екеуміз жүргіземіз. Ақтауға келген себебіміз осы азаматтық қоғам тақырыбын қозғап, осы азаматтық қоғам өкілдерімен сөйлесуге кезек сізге келіп тұр. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, кімсіз, азаматтық қоғам қалай келдіңіз, бұл салада немен айналысасыз? Асқар мырза, Данияр мырза, қош көрдім. Менің атым Амангелді Мөлдір. 2013 жылдан бері азаматтық қоғамдық ұйым, азаматтық бастамалар саласында жұмыс жасап келем. Бұл жерге мен вообще қоғамдық ұйымдарға мен неден кейін келдім. Университетті бітіре сала келдім. Содан бері бірінші жұмыс орным, пока соңғы жұмыс орным, осы жерде жұмыс жасаймын, осы салада жұмыс жасаймын. Енді 10 жылдан астам тәжірибем бар. Өзімді сарапшы деп айтуға болатын шығар деп есептеймін. Осы солай қоғамдық ұйымда осы Маңғыстау өңірінде, Қазақстанның басқа да өңірлерінде жұмыс жасадым. Жалпы осы салада жұмыс жасап келе жатырмын. Сонда азаматтық қоғам несімен ұнайды, несімен баурап алды? Менде енді мен мемлекеттік қызметкер болып жұмыс жасаған жоқпын, сол үшін мен бір нәрсемен салыстыра алмаймын. Бірақ жалпы енді өзім көріп жүрген нәрсем, маған именно мына азаматтық қоғам ұйымдарындағы ұнайтын нәрсе, сен өзіңнің қиялыңдағы жобаны жасай аласың, и басынан соңына дейін сен соның ішінде жүре аласың да, өзіңнің қиялыңдағы затты ешқандай бюрократиясыз, біреумен келісусіз, өзіңнің қиялыңдағы бір жобаларды, қоғамға бір пайдалы бір нәрселерді істей аласың. Маған сол жағымен қатты ұнайды. Сенің ойыңдағы нәрсе ол по факту болып шығады да, сол нәрсесі мен ұнайды. Осы азаматтық қоғамда жүрген кезде айтып жатсыз ғой, жобаларды жасадым деп. Өзіңізге ұнайтын қандай жобалар бар? Атап кете аласыз ба? Бір кейстармен бөлісіп. Енді 10 жылдың ішінде өте көп жоба болды. Соның ішінде мен енді ең үлкен бір жобаларымның бірі Еуропалық одақтан қолдау тапқан ауылды бірлесе дамыту деген жобаны жасадық. Біз сол жобаның аясында кәсіпкерлермен жұмыс жасадық. Ауылдың кәсіпкерлеріне, стартаптарға қолдау көрсеттік. Қоғамдық ұйым ретінде, яғни қоғамдық ұйым ретінде біз Маңғыстаудың дамуына үлес қоса алатынымызды түсіндік. Яғни қоғамдық ұйым ретінде сіз әлеуметтік инвестиция тарту арқылы да елдің экономикасын дамытуға болатын сондай мүмкіндіктерді көрдік та. Соның аясында менде бір мықты кейс болды. Батыр ауыл деген бір ауыл бар. Сол жерде бір ерлі-зайыпты оңтүстік жақтан көшіп келген, өте жағдайларымыз төмен болды, өте жағдайлары. Сосын олар сол кезде біз шағын гранттар берген болатынбыз. Сол кезде олар Дина деген бізде үлкен гипермаркет бар. Сол жерде кәдімгі наубайханада подсобник болып жұмыс жасап жүрген екеуі де. Енді ол кезде предпенсионный возрасттағы адамдар, енді үлкен кісілер болды. Сосын соларды біз соларға қолдау көрсеттік. Сөйтіп олар деген өздерінің магазинін ашты. Өздерінің наубайханасын сол өздерінің Батыр деген ауылдарынан ашты. Қазір енді мысалы үшін неше жыл өтті? 2018-ден бері 5-6 жыл өтті ма? Біз 2 жылда бір барып көріп тұрамыз оларды. Енді жағдайлар қазір керемет. Кәдімгідей жағдайларын жасап алды да. Мысалы үшін сондай кейстер көп. Сенің қолыңмен деп айтайын ба, сенің көмегіңмен бір болып кеткен нәрсе, кәдімгі үлкен бір нәрсеге айналған кезде прям бекер жұмыс істеп жатқан жоқпыз деген бір ой келеді да. Жоба демекші, сіздер Еуропалық одақтың азаматтық қоғам дамыту жобасында болдыңыз, иә? Сол кезде таныстық қой біз сіздермен. Ақтөбеден келдік, сіздер Маңғыстауда. Сол жоба аясында көптеген белсенділер жоба жазды, өз ауылдарына бір азаматтық қоғамның ары қарай белгілері дамыта бастады. Сол жоба туралы айтасыз ба? Жалпы 3 жылдық па, иә? Енді ол ауқымды ірі жоба болып саналады ғой. Мен енді кішкене азаматтық қоғам өкілдеріне арналған подкаст болғаннан кейін кішкене ликбез дейміз ғой, түсіндіру жұмыстары жүргізейін. Жалпы қоғамдық ұйымдар олар грант есебінен көп жағдайда грант есебінен өмір сүреді, грант есебінен жұмыс жасайды. Ол үшін жаңағы грант бар, жұмыс істеймін, грант жоқ, жұмыс істемеймін деген нәрсе жоқ. Ол қоғамдық ұйым постоянно жұмыс істей беру керек. Өзін таныстыру керек, өзін барлық жерде айтып жүру керек, өзінің жобаларын көрсету керек. Сол кезде сен уже бірінші бастапқы деңгейде кіші гранттардан бастайтын болсаң, тәжірибе жинай келе сен үлкен жобаларды жүзеге асыра аласың. Соның ішінде бізде Қазақстандағы ең үлкен грант беруші ұйымдардың бірі ол Еуропалық одақ. Еуропалық одақтың Қазақстандағы өкілдігі бар. Сол жылда грант бөледі.
біз ол ұйымның, мен Европалық одақтың 2 грантында жоба үйлестіруші болып жұмыс жасадым. Яғни жобаға жауап беретін негізгі адамдардың бірімі болып есептелдім. Өте үлкен тәжірибе алдым. Өйткені ол жерде енді бизнесте қандай процесс болатын болса, үлкен жобаларда дәл сондай процесстер болады. Барлығы басынан бастап соңына дейін өте үлкен процесстер болады. Одан бөлек жалпы қоғамдық ұйымда именно халықаралық гранттармен жұмыс жасаған кезде сен неше түрлі жаңағы процестермен танысасың да. Соның ішінде жаңағы ұйымды қалай жүргізу керек, оның саясатын қалай жүргізу керек, оның қаржылық жағын қалай жүргізу керек, бағдарламалық жағын қалай жүргізу керек, оның үстіне саған тұрақты түрде тексерулер келеді. Ол тұрақты түрде тексерулер келгенде ол жай ғана адамдар емес, ол кемі жаңағы посолдың, елшінің орынбасарынан бастап елшінің өзі де келеді. Сол жобаның аясында біз Европалық одаққа кіретін 24 елдің жаңағы елшісін күтіп шығарып салған, жаңағы енді сондай жұмыстар көп та. Енді мысалы үшін қоғамдық ұйымда жұмыс жасамасаң, мүмкін жаңағы мемлекеттік органда жұмыс жасайтын болсаң, обычный сотрудник болып та, саған мүмкін оларға доступ аздау болатын шығар. Бұл жерде біз тікелей жұмыс жасағаннан кейін енді оның бәрін көрдік та. Енді ол мықты тәжірибе, конечно. Айтып қалдыңыз ғой, жобалардың өміршеңдігі қандай? Мысалы кейбіреулер жағдай грант ұтып алады да, жобаларды белгілі бір деңгейде қаражат бөлінбей қалғаннан кейін тоқтап қалуы мүмкін. Ол кезде қандай көмек көрсетеді, сол туралы білуге бола ма шамалы? Енді ол мен ойлаймын, ол енді арасында орысша айтуға бола ма? Залетный организациялар деп ойлаймын. Өйткені тек грант үшін кірген ұйымдар болатын болса, олар әрине олардың өміршеңдігі ұзақ болмайды. Сол үшін сен басында бірінші менің өзіме, жеке өзіме көп адамдар консультацияға келеді да. Қоғамдық ұйым ашайын деп едім, қоғамдық ұйымда жұмыс жасайын деп едім. Мен бәріне айтамын, сіздер қоғамдық ұйымда не заработаете. Көп ақша таппайсыздар. Ол жерде қоғамдық ұйым өзінің атында тұр. Айтында айтып тұр да, не коммерческая организация деп тұр да. Ол жерде сіз коммерциялық бір табыс тауып, байып кетем деген нәрсе жоқ. Егер сізде бір қоғамға пайдамды тигізем, жаңағы или басында келген мамандар болатын болса, мен тәжірибе жинаймын дейтін болса, онда ол керемет площадка, потому что қоғамдық ұйымда ақша аз, жұмыс көп, үйренетін нәрсе де көп. Мысалы үшін сіз білмеймін, бір банкте істейтін болсаңыз, сіз күнделікті бір операцияны істей бересіз. Қоғамдық ұйымда сіз бәріне кірісуіңіз керек. Басынан бастап, жаңағы программасын түзгеннен бастап, последний қонағыңыз шығарып салғанға дейін бір мероприятияны алатын болсақ та, басынан аяғына дейін жүресіз да. Сіз деген бүйтіп отырмайсыз, бір кнопканы басып или бір операцияны істеп та. Ол жерде сіз и СММщик болып кетуіңіз керек, и ведущий да болып кетуіңіз керек болады. Кейбір жерде сіз білмеймін, администратордың да жұмысын істеп кетуіңіз керек болады. Енді жоба деген ол, мен Алма-Юда оқыған кезде бізге жаңағы біздің ректорымыз, сол Алма-Юдың ректоры Гүлмира Күркімбаева, сол сөйтіп айтатын, ең күшті жұмыс, ең қызықты жұмыс қоғамдық ұйымдардікі, потому что ол жерде жоба бар. Жобаны жүзеге асыру. Еще сенің жобаңның форматы ауысып отырады ғой. Сен мысалы үшін банкте бір ғана нәрсені, бір операцияны 10 жыл істейтін болсаң, қоғамдық ұйымда әртүрлі жоба келеді. Мысалы үшін енді бізде болды, мысалы үшін жаңағы әйелдердің құқықтық сауаттылығын арттыруға байланысты жобалар болды. Бізде жаңағы мемлекеттік сатып алуларға мониторинг жүргізу жобасы болды. Бізде ауылдардың әкімдерін оқытуға байланысты жоба болды. Сондай сияқты жобалардың форматы ауыса береді. Сенің аудиторияң да ауыса береді. Сенің араласатын контингентің, араласатын адамдардың алаңы өте көп да. Сен жобаңа байланысты ауысып кете бересің да. Мысалы үшін енді соның ішінде мысалы үшін бізде болады жаңағы диспазиямен туылған балдармен жұмыс. Енді біз медицинаға да араласып кете береміз, білімге де араласып кете береміз. Бізде былтыр әлеуметтік кәсіпкерлер деген, біз кәсіпкерлік бағытында атамекенмен де жұмыс жасап кете береміз да. Енді бір ғана сала, мынамен ғана деген жоқ та, ол ауысып тұрады. Жобаңа байланысты сенің категорияңда, жаңағы стейкхолдерыңда бәрі ауысып отырады ол жерде. Вот сондай. Кішкене хабарландыру жасап жіберейін. Біздің тілші подкасттың Маңғыстау облысындағы түсірілім жері осында Аққала Молл сауда орталығындағы олигарх ерлер бутигінің қолдауымен болып жатыр. Егер сіз жақыныңызға, ер адамдарға соңғы үлгідегі сапалы сәнді киім іздесеңіз, Аққала Моллдың бірінші қабатындағы олигарх ерлер бутигіне жолауларыңызға болады. Подкастымызды жалғастырайық. Сөз арасында Алма-Ю деп айтып қалдыңыз, иә?
ол бизнес бағытындағы білім ғой. Осы бизнестегі бір элементтерді, бизнес жүргізудегі элементтерді азаматтық қоғамда пайдалануға бола ма? Бұл жерде мен кішкене сәл оның алдындағы нәрсені айтқым келіп отыр да. Бұл Алма-Юдағы бізге оқу ол вообще уникальный проект болды, Маңғыстаудың өзіне проект болды. Ол кезде 2016-2018 жылдары аралығында оқыдық. Ол жерде бізде бірінші рет тарихта қоғамдық ұйымдардың басшыларын оқытты Алма-Юға. Маңғыстау облыстық әкімдігінің қолдауымен солар оқытты бізді. Осы жерде 2 поток оқыдық, 40 шақты қоғамдық ұйымның басшыларын оқытты. Солар ақшасын төледі. Ол оқу арзан емес. Қазақстандағы ең мықты деген профессорлар келіп оқытты. Сол кезде бізге 2018 жылы оқыған кезімізде айтты: сендер бұл оқудың жемісін бүгін ертең көрмейсіңдер деді. Сендерге біз қазір әкімдікке де сол кезде өкілдеріне айтты: сіздер қазір біз сіздерге результатын айтпаймыз, бірақ сіздер результатын болашақта көресіздер дейді. Результаты сол, что біздің Маңғыстаудағы қоғамдық ұйымдар Қазақстандағы ең белсенді қоғамдық ұйымдардың қатарына кіреді деп есептеймін. Толық айта аламын соны. Өйткені сол кезде оқыған, содан кейін сол оқығандардан білім алған қоғамдық ұйым жас буында қазір өсіп келе жатқан, олардың бәрі мықты деп айта аламын мен сеніммен да. Алма-Юда біз именно менеджмент в неправительственном секторе дегенді бізге оқытты. Ол жерде бизнес элементтерін қосты, бірақ бизнес элементтеріне қоғамдық ұйымды қалай бизнес ретінде қарауға болады. Ол жерде біз енді ең басты үйренген нәрсеміз қоғамдық ұйым өміршең болу үшін ол өзінің жұмысына бір күндік нәрсе емес, кәдімгі ұзақ стратегиялық бір не ретінде қарау керек. Стратегиялық үлкен бір жұмыс ретінде деп айтаймыз ба, бір бағыт ретінде ма, солай қарау керек деп. Сол нәрселерді көп үйрендік біз. Енді көп нәрсе үйрендік қой, енді 2 жыл оқыдық. Егер жергілікті билік сондай бір қадам жасап азаматтық қоғамды оқытса, енді ол қызығып отырмыз. Бізде Алма-Юдан бір жұрнағын пайдаланып жүрміз, бір спикері бізге бір шағын жоба аясында шамалы стратегиялық бағытымызды айқындап беріп жатыр. Осы күндер тілші жобасының сол мен де армандап кеттім ғой. Жалпы азаматтық секторда банкир енді бір 5 жыл оқиды, сосын ары қарай азап жетілдіріп отырады. Теміржолшы сол бір 5 жыл оқып шығар, сосын теміржолмен жүре береді деген сияқты. Азаматтық секторда үнемі оқып отыру керек. Келсесіз ғой, иә? Келсем. Енді осы жағынан сіз өзіңізді қалай дамытасыз? Сіз Алма-Юмен шектеліп қалған жоқсыз ғой. Одан кейін Еуропалық одақ, ол жерде де жобаны жүзеге асырудан бөлек қосымша білім программасы жүреді. Мен түсінігімде. Біз кейде жобаларға қатысамыз ғой, параллельно оқытып жатады. Сол тұрғыда айтсаңыз, даму, өзін жетілдіру, жалпы азаматтық қоғамды көтеру. Енді азаматтық қоғам, жалпы қоғамдық ұйымдардың тағы бір, енді қоғамдық ұйымда ақша жоқ. Қоғамдық ұйымда мен бәріне айтамын да, қоғамдық ұйымда ақша жоқ, бірақ қоғамдық ұйымда көп білім алатын площадка бар. Қоғамдық ұйымдарға өте көп жаңағы сіздің жолыңызды, жататын жеріңізді төлеп беретін өте көп оқытулар бар. Біреуі байқау аясында болады, біреуі таныстық аясында болады, біреуі өздері келіп жатады. Жалпы ондай оқытулар көп, олар тұрақты түрде болып жатады. Мен 2014-тен бері жаңағы белсенді жұмыс жасап келетін болсам, соның ішінде мен Европада барып оқып келдім, 3 апталық оқудан өтіп келдім. Одан кейін Алма-Юда оқыдым, одан бөлек енді ірілерін айтып жатырмын да, одан бөлек Европалық одақтың жаңағы региональное развитие Казахстана деген бір үлкен жобасы болды. Ол жерде оқыдым 6 ай. Енді оқу ол үздіксіз болады. Мен жобама байланысты мен мысалы үшін кез келген оқуға бара бермеймін, өйткені оқу өте көп. Барлығына баруға мен мүмкіндігім де жоқ. Кейбір білімдер маған керек емес болуы мүмкін да. Менің нақты, мысалы үшін мен жаңағы жұмыс бағытыма байланысты, жобаларыма байланысты маған кейбір білімдерімді жетілдіру керек болады. Мен сол кезде отырамын да кәдімгідей бәрін мониторить етіп іздеймін, қандай оқулар бар. Мысалы үшін маған қазір адам құқықтары саласы қызық болып жатыр. Мен осы бағытта уже білімдерімді жетілдіріп, уже оқуларымды бастадым да. Сол сияқты мен өзімде айтам, әріптестеріме де айтам, басқаларға да, жаңағы консультацияға келгендерге де айтам. Бет алды білім алып керек емес негізі. Сіздің жобаңызға байланысты, сіздің қазіргі өмірлік жаңағы сатыңызға байланысты, мысалы үшін сіз отбасылы болсаңыз или тағы басқа болса, соған байланысты білімдер алу керек. Болмаса білім көп. Сосын тағы бір нәрсе айтып кететін,
офлайн білімнен басқа онлайн білім ол үздіксіз болады. Мысалы үшін мен сіздер сияқты подкаст тыңдаймын, ол менде прям үздіксіз. Оның ішінде мен бизнес подкасттарды тыңдаймын. Соның ішінде кейбір идеяларды, трендтарды аламыз. Мысалы үшін біз мобилография или там жасанды интеллектке байланысты барлығын оқып отырамын. Тұрақты түрде оқып отырамын, жетілдіріп отырамын. Ол міндетті түрде, ол керек. Ол мен азғантай оқымай қалсам, мен уже қалып қоямын. Маған ол постоянно керек ол. Білім алып отырамын дедіңіз ғой, әр жерден жетілдіріп отырамын деп. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Осындағы өңірдегі аудан, ауыл тұрғындарына осы туралы өз біліміңізбен бөлісіп отырасыз ба? Мысалы, жаңа консультация жасаймын дедім, ол сізге келіп білім алады, сұрайды білгендерін. Ал өздеріңіз барып, оларға түсіндіріп, азаматтық қоғамды дамытуға қажет деп, себебі мысалы енді кейбір алыс аудандарға, ауылдарға ондай ақпараттар жетпей қалуы мүмкін ғой. Бірақ айналысқысы келетіндер бар. Оларға қалай бөлісіп отырасыздар? Басқа қоғамдық ұйымдар үшін айта алмаймын. Мен өзімнің әріптестерім, біз тұрақты түрде шығамыз ауылдарға. Біз жылда биыл мысалы үшін 15 ауылды аралап шықтық. Біз прям алыс бүкіл аудандарға қарасты 3-4 ауылдан іріктеп алып біз барамыз. Одан бөлек бізде қазір жастарға байланысты мықты жобамыз жүріп жатыр. Біз қазір Проон деген организация бар. Соның аясында қазір біз бірінші потокта 50 баланы алдық. Олар 3 айлық тағылымдамадан өтеді. Сосын бұл жер мақсаты жобаның жаңа жұмыс берушімен жұмыс іздеп жүрген адамдарды біріктіру. 3 ай оларға Проон несін төлеп береді, стажировкасын айлығын төлейді. Сосын 3 айдан кейін жалпы жұмысқа қалғандары қалады, қалмағандар енді кетеді ғой. Бірақ целом соларды оқытып жатыр. Мысалы үшін бірінші поток 50 адам, бәрі ауылдан келген балдар. Екінші поток қазір 100 адам келді. Біз олар бәрін ауылдан келген, Бейнеу, Жаңаөзен, қазір Ақтаудың балдары бар да, соларды оқытамыз. Біз тұрақты түрде оқытамыз, тұрақты түрде шығамыз. Айына енді өтірік болмасын, 1 рет, 2 рет кемі аудандарға, ауылдарға шығамыз. Ол міндетті түрде. Мөлдір ханым, айтыңызшы, сіз тек Маңғыстау облысымен шектелмейсіз ғой. Бір онлайн жобаларда басқа өңірлермен де араластыңыз. Сол кезде нені байқадыңыз? Маңғыстау облысының азаматтық қоғамының орны, мана бір сөзіңіз ерекше деп айтып қалдыңыз, дамыған, белсенді деп. Осы өңірдің өзіңіз ортасында жүрген азаматтық қоғам туралы айтып бересіз ба? Біріншіден, Маңғыстаудың қоғамдық ұйымдары басқа өңірлермен қарағанда белсенді. Оны басқа коллегаларымыз да дәлелдеп айтатын шығар. Одан бөлек біз Маңғыстаудың қоғамдық ұйымдарының белсенділігі, ол былай ақша жағынан да айтуға болады. Биыл Маңғыстауға жаңағы мемлекеттік гранттарға 700 миллиондай шамамен, сосын мемлекеттік тапсырысқа 300 миллиондай, барлығы 1 миллиард ақша бөлінді қоғамдық ұйымдарға. Маңғыстауда ондай көп қоғамдық ұйым жоқ. Енді Алматымен салыстырғандай ондай адам көп емес. Маңғыстауға енді 750 мың тұрғын тұратын облысқа 1 миллиард ол үлкен көрсеткіш деп есептеймін. Ол жыламаған балаға емшек жоқ демекші. Ол қоғамдық ұйымдар өздерінің жұмыстарын дәлелдемесе, ондай қажеттілік бар екенін көрсетпесе, ондай 1 миллиард теңге бюджет есебінен ақша бөлінбейді. Осының өзі үлкен дәлел деп есептеймін. Қазір қоғамдық ұйымдар белсенді түрде жұмыс жасап жатыр, өздерінің жобаларын жүзеге асырып жатыр. Барлық жаңағы, как это называется, профилирующее управление деп қалай айтуға болады? Профильді басқарма. Иә, бүкіл профильді басқармалар, ол жаңа денсаулық болсын, білім болсын, тағы басқа басқармалардың барлығы қазір ақша бөліп отыр. Барлығы почти. Ал енді осы жерде қоғамдық бірлестіктердің кірісі ма, табыс көзі дейміз ба, жобаға бөлінетін қаржы дейік, мемлекеттен түседі, халықаралық ұйымдардан түседі, тағы да басқа көздері бар ма? Өткенде азаматтық альянстың Астанадағы басшылары айтады, азаматтық қоғам тек бір қаржы көзімен жұмыс істемеу керек дейді. Бірнеше кіріс көзімен жұмыс істеу керек дейді. Соның ішінде бизнес де атап өтті. Сіздерде сол белгілер байқала ма? Иә, бізде сол туралы тарқатып айтсаңыз. Байқалады. Бізден мұнай компаниялар көп. Мұнай компаниялармен бізде, мен айтам, әлі де жұмыс көп. Жасайтын мұнай компанияларын бойын үйрету керек, өздерін үйрету керек қоғамдық ұйыммен жасауға. Басты нелері бар, белгілері бізде. Атын айтуға бола ма мұнай компанияларын? Айта бересіз.
Бізде Инстуси деген компания бар, мұнай компаниясы, ірі мұнай компаниясы. Ол жылда бізде қоғамдық ұйымдармен жақсы жұмыс жасайды. Көптеген қолдаулар көрсетіп жатады. Бизнеспен жұмыс жасаған кезде бизнесқа оның пайдасын көрсету керек қой. Бізге енді қоғамдық ұйымдарға осы бағытта көп үйрену керек. Енді жалпы жоқ деп айтуға болмайды. Бізде қазір қаржыландырудың көздерінің ішінде мұнай компаниялары, бизнес бар. Енді кейбір ертең мен әріптестерім жаңа айтып өттіңіз, бір-екі әріптестерімді шақырдыңыз. Оларда жастар жағында жаңағы шараларына, қоғамдық ұйымдардың шараларына уже банктерді қалай тарту, бізде ондай қатты тәжірибе жоқ, бірақ жас буында келе жатыр ол. Банктерді қалай тарту, жаңағы типографияларды қалай тартуға болады деген сияқты бұлар жаңа буын уже үйреніп келе жатыр. Біз олардан наоборот үйренуіміз керек қазір сол бағытта жұмыс істеп. Фандрайзинг. Это не совсем фандрайзинг. Фандрайзинг ол кәдімгі жобаға ғой. Где-то может быть, да, фандрайзинг. Олар қазір уже мысалы үшін баннер шығарса, мысалы үшін жаңа типографиямен келіседі. Тағы мысалы үшін бір нәрселерді арендаға алған кезде мысалы үшін банк төлеп береді да, банкты жарнамалап береді. Оған келе жатырмыз біз. Ол бар, оның алғы белгілері бар бізде. Жалпы осы өңірдегі айтып жатсыз ғой, жастардың жұмыс істеуі қазір ерекше деп. Осы өңірдегі өзіңіз жұмыс істейтін жастар туралы айтып кете аласыз ба? Жастардың беталысы қандай осы бағытта? Жақсы сұрақ. Қоғамдық ұйымдардың, енді менің өзім де жас болып есептеймін деп ойлаймын. Енді жасым кіреді қазіргі неге. Жалпы бізде қазір енді қатты көп емес жастар, бірақ жоқ емес. Бұрындары мысалы үшін мен енді 11 жылдан бері осы жерде болғаннан кейін мен әртүрлі несін көрдім да, жаңағы волнасын көрдім да, қоғамдық ұйымдардың. Оның ішінде бірінші мен келген кезде үлкен кісілер көп болатын. Қызметте істеген, немесе журналист болған апалар пенсияға шыққаннан кейін уже жаңағы қайтадан сол бұрынғы белсенділіктерімен жұмыс жасағысы келеді, сөйтіп қоғамдық ұйым ашып алып жүретін еді. Қазір ол азайды. Оған мен қуанамын. Өйткені бәрібір ол кісілер уже, енді олар жоқ деп айта алмайсың, бірақ жалпы ұйым ұзақ өмір сүру үшін, көп нәрсеге жету үшін ол жерде жас болуың керек деп ойлаймын. Қазір бізде мынау қаржылық қолдаудың арқасында, оның үстіне көптеген жаңа бастамаларға, бізде қазір шағын бастамаларға өте көп қаржы бөлінеді. Сол шағын бастамаларға қолдау көрсетудің арқасында бізде қазір жас буын қоғамдық ұйымдар көтеріп келе жатыр. Мықты. Кәдімгі бізде министрлік деңгейінде жас project деген жоба, біз қуана айтамыз, республика көлемінде жүргізілетін жас project деген жоба біздің Маңғыстаудың қоғамдық ұйымдарымен, жас балдармен, жас командамен жүзеге асырылады. Олар қазір 100 миллионға дейінгі қаражатты игеріп отыр. Жаңағы шағын гранттар беру арқылы да. Оның барлығын істеп отқан жастар, сол сияқты ондай жас ұйымдар көтеріліп келе жатыр. Енді министрлік деңгейінде министрліктің тапсырмасын орындап отыр. Ол мен үшін қуанышты жағдай. Одан бөлекте бізде қазір өзінің креативный жобаларымен келіп жатқан жастар да көп. Енді көп онда бар. Жаңа есіме түсіп отыр. Өткенде Жібек ханым Ахметова, азаматтық альянстың осындағы президенті, сосын Жақсыгүл апай. Ол да енді 20-30 жыл осы салада біраз белсенді жұмыс істеп жүрген кісі. Солардың сөзіне қарап отырсам, үлкен аға буын жастарға білімін беріп отырады, үйретіп отырады, жобаны қалай бастау керек, ұйымды қалай ашу керек, грантты қайдан іздеу керек, есебін қалай беру керек деген сияқты. Ол өте жақсы қасиет. Маңғыстаудан байқаймын да, сырт көз қадағалап отырамыз ғой. Кейбір өңірде, оның ішінде өзіміздің Ақтөбеде ондай жоқ. Кәдімгідей. Болса ақшаға, болмаса мүлдем айтпайды. Ақпаратпен бөліспеу деген бір тенденция бар да, сол ойлап отырып қызығамын сіздерге. Енді бұл жерде сұрақ, сіздерде сол тенденция неліктен бар, онда ақпаратпен бөлісе салу, бере салу, қызғанбау, жаңағы жанашырлық танытып, есебіне дейін көмектесіп беру деген сияқты бір белгілерді байқаймын да, Маңғыстаудың азаматтық қоғам белсенділерінен. Не үшін солай деп ойлайсыз? Оның мен бірінші себебін келтіріп көрейін. Бірінші себебі бізде енді Махамбетова Жақсыгүлдің бастауымен болған бұл ресурс орталықтары болды бізде.
ресурс орталықтары. жоқ, ол ресурс бізде де бар. Соның өзінде бізде ол басқаша жұмыс жасады. Бізде әуелден сол бөлісумен, ол ақпарат бөлісумен сол кезде бастады да. Ол кәдімгідей бізге енді азаматтық альянсқа ол бір әдет ретінде кіріп кетті да. И оның үстіне қоғамдық ұйымдарда қайқа бару керек, олар білет, олар басын қатырмайды, ол біздің адресті жақсы білет, басшыларымыз жақсы таниды, тіке келеді. Сол бір дәстүр ретінде қалыптасып кетті да. Одан бөлек екіншісі, бізде бұл ақпаратпен бөлісуге, тұрақты оларды білімін жетілдіруге мемлекет тарапынан қолдау көп болды. Бізде енді Ақтөбені мен жалпы білем, Ақтөбеде ондай көп ақша бөлінбейді. Бізде ол тұрақты түрде жылда, енді көп болмаса да, міндетті түрде қоғамдық ұйымды дамытуға, қоғамдық ұйымдардың білімін жетілдіруге, қоғамдық ұйымдардың ресурстық базасын жақсартуға тұрақты түрде жергілікті атқарушы орган бізге жақсы ақша бөледі. Ол мен есімді білгелі бері 2009-дан бері, 2010-нан бері бізге тұрақты түрде беріп келе жатыр, и ол қазір өзінің жемісін беріп жатыр да. Яғни мемлекеттік тараптан қолдау ол міндетті түрде керек. Азаматтық қоғамның дамуына хотя бы бастапқы деңгейде ол керек. Сол үшін Ақтөбенің или басқа өңірлерінде қоғамдық ұйымдарына сондай бір дәстүрді бізден алу керек шығар. Бізде ақша аз деп айта алмаймын. Енді мына редакцияларды білем, оларға 600-700 миллионда жобасында жыл сайын бөліп отырады. Азаматтық қоғамда соның бұл жақ болу керек. Енді мен нақтылап тағы есін тексеріп көрейін. Маған да қызық болып кетті. Шынымен де біз ақша жалпы мемлекет бөледі ғой, мен оны келсем, мемлекет жақсы бөліп отыр. Мемлекеттің көп бағдарламасына мен сын көзбен қарасам да, азаматтық қоғамға бөліп отыр. Өкінішке қарай оны азаматтық қоғам өкілдерінің өздері дұрыс пайдаланбайды. Мүмкін. Мақсатсыз демей-ақ қояйын. Нәтижеге мән бермейді, көп нәрсе ақшасы бөлінеді, игеріледі. Қағаз жүзінде есебі керемет, бір инстаграмдарын қарап отырамын ғой, жер жарып жатады. Іс жүзінде олай емес. Бәрі есеп үшін да. Сол жағынан мемлекеттің ақшасы босқа кетіп жатқан жоқ па деген бір ой мазалайды да. Сіздерге қараймын, мемлекеттің ақшасын әдемі жаратып отырсыздар. Халықаралық ұйымдарында, Европалық одақ, Американ елшілігі, басқа бәрі жақсы бір жұмыс істеп жатыр. Қызығатын дүние да. Сол енді сауалым, қазір Қызылорда емес, Шымкент, Алматы жақтан қатысушылар өңірлерге кіріп кетеді. Оның ішінде Маңғыстауға да кірді, Ақтауға да, Ақтөбеге де кіреді, кейбір олақтарды алып кетеді. Енді бұл жерде мен білмеймін, заңмен тыйым салмағаннан кейін ол заңды жұмыс шығар ол да. Бірақ жергілікті өңірлердегі үкіметтік емес ұйымдар тарапынан бір көңіл толмаушылық, наразылықтар байқалады. Сіздерде ол жағы қалай? Маңғыстауда? Бар ондай. Бірақ бізде қазір ол азайды. Өйткені бізде енді басында мемлекет тарапынан грант қолдаулар болсын, басқалар болсын, бірінші басында бізге жаңалық болды. Біз көбіміз білген жоқпыз, білім жеткен жоқ, или тағысын тағы. Сол кезде біз түсінбедік, қалай оған қатысу керек, қалай істеу керек деген кезде енді басқа өңірдің адамдары өте белсенді болып кетті. Сол жерде біз сол жерді жіберіп алдық та. Одан кейін қазір біз уже қазір кіргізбейміз. Айналып келгенде сол жергілікті азаматтық қоғамның өзіне байланысты. Өзіне байланысты, міндетті түрде өзіне байланысты. Оның белсенділігіне байланысты, оның біліміне байланысты қоғамдық ұйымдың, потому что ол деген, мысалы үшін, грант қаражат, ол жауапкершілік қой. Оның жауапкершілігі бар, оның процедурасы бар. Есебі бар. Соның бәрін біз енді білмегендіктен, түсінбегендіктен басында айырылып қалдық. Айырылып қалғандарда сондай шығар себеп, скорее всего. Мынандай тенденция бар. Қазір мынандай коуч па, тренерлер қаптап кетті. Грант алуды үйретем дейді. Ол барлық өңірде де бар деп ойлаймын. Грант алуды үйретеді, алып беруі мүмкін. Үстіндегі бір 15-20% откатын дей ма, енді тырнақшада алуы мүмкін. Ары қарай қалай жүзеге асырсаң, олай жүзеге асыр, есебін өзің жасайсың деген бір талап қояды. Араласпайды ұтып берген коучы, тренері. Енді ол алған адам түсінбейді азаматтық қоғам не екен. Ол жерде шамалы көзге көрінбейтін дүниелер де бар ғой. Ол жерде ниет деген болу керек, ол жерде қызығушылық, өзіңіз айтқандай аз ақшаға көп жұмыс істеу керек деген сияқты. Олар енді бизнес қызығушылықпен келгеннен кейін олар ондай моменттер түсінбейді. Сондай адамдар жосықсыз не дейді, мердігер ма, сондай сияқты бір түсінікке
тізімге түсіп қалады да ары қарай олар қатыса алмай қалады. Бұл да бір жақсы көрсеткіш шығар мүмкін. Анда қызығушылықпен кіріп кетеді ары қарай жүзеге асыра алмай ойынан шығып қалады деген сияқты. Сол тенденцияға сіз ойыңызды білейін деп едім. Жалпы Мақсауда ондайлар бар ма? Грант ұтып берем, үстіндегі процентін алып маған бересің, ары қарай қалай есебін берсең өзің біл деген сияқты. Жалпы қолдайсыз ба оны әлде? Енді әрине қолдамайсыз ғой, сонда да ойыңызды білсек. Ондай бар, ондай тенденция бар. Көп емес, бірақ бар. Мен оған қатысты екі пікір айтайын. Біріншісі, ондайлар болғаны жақсы шығар. Өйткені көрсін. Енді қаншалықты бизнес қаншалықты ол деп ойлауға болады. Қаншалықты бизнес деп ойлауға болады. Оның үстіне қоғамдық ұйымның ішінен кіріп, мүмкін соның ішінен жақсы бір ұйымдар шығатын шығар. Жалпы мен өзім қолдайтын нәрсем қоғамдық ұйым көп болу керек. Мен осы Европада оқыған кезімде мен жаңағы профессорыма қойған сұрақ болды да, Европа не үшін Европа дедім да. Енді бұл кезде мен 2016-2015 жылдары оқуға барған кезімде ол айтты, бізде азаматтық, енді мен нақты сол салаға барып оқыдым ғой, енді сол кезде айтты, олар бізде азаматтық қоғамның көлемі кемі 30% деді. Бүкіл халықтың 30% ол азаматтық қоғамның өкілдері. Яғни ол бүкіл азаматтық бәріміз азаматтық қоғамның өкіліміз. Бірақ соның ішінде белсенділер солар дейді да. Мысалы үшін біз азаматтық қоғам или азаматтық қоғам өкілдері туралы айтқан кезде тек қана гранттармен байланыстырамыз да, ол олай емес. Мысалы үшін ол айтады, мысалы үшін бізде бір труба жарылды ма или труба салынып жатыр ма бір көшеге, бүкілі келіп қарайды, кім мердігер, қашан бітіру керек, ақшасын қалай игеріп жатыр, сапасы қалай болып жатыр. Соның барлығы азаматтық қоғамның жұмысы. Егер біз азаматтық қоғам белсенді болатын болса, олар көп болатын болса, не обязательно барлығы профессионально жұмыс жасап, ұйым ашып кету керек, не обязательно. Бірақ олар белсенді болуы міндетті. Сол үшін азаматтар белсенді болу үшін азаматтық қоғамның жаңағы нелері болу керек, белгілері. Сол кезде үйренеді адамдар. Мен сосын барған аудиторияма енді сабағым бар, басқасын бар, одан бөлек мен міндетті түрде айтатыным да, сіздер мысалы үшін үкіметті жамандау, мемлекетті жамандау, ананы бүйтіп істеп жатыр, бордюрды дұрыс салмай жатыр деп айтпай, барыңдар да сұраңдар деймін. Или сайлау кезінде барыңдар да дауыс беріңдер. Қарсы болсаңдар, қарсы болыңдар, за болсаңдар, за болыңдар, бірақ өздеріңнің бюллетендеріңді, өздеріңнің дауыстарыңды ешкімге біреуге сырып қойып, жауапкершілікті бермеңдер деп айтам да. Сол үшін біз азаматтық қоғам қай кезде белсенді болады, қоғам сол кезде дамиды. Сол үшін қоғамның дамуы үшін ондай бастамалар мүмкін қате болар, мүмкін залетныйлар болар, мүмкін басқасы болар, олар болу керек деп есептеймін. Көп болған сайын қоғамда даму көп болады, қоғамдық бақылау көп болады. Сол үшін оның болған жақсы деп есептеймін. Жоқ болғаннан гөрі да. Мүмкін ұшып кетер, бірақ ол бір нәрсені түсініп кетеді ғой. Деп. Айтып қалдыңыз ғой, қоғамдық бірлестіктердің көп болғаны өте жақсы деп. Енді мен сұрағым келген, қоғамдық бірлестіктерде сіз координатор жұмысын атқарасыз, сол туралы айтып кете аласыз ба? Қызығы болсын, қиындықтары болсын. Мен әртүрлі қоғам, менде бірнеше қоғамдық ұйым болды. Біреуінде мен жоба үйлестіруші болып жұмыс жасадым, біреуінде өзім кәдімгідей жаңа құрылтайшы болдым, біреуінде директор болдым деген сияқты. Мен әртүрлі жаңа несінен көре алдым да қоғамдық ұйымды. Жалпы қызық, қиын тұстары өте көп. Қиын тұстары, мысалы үшін сіз егер қоғамдық ұйымның басшысы ретінде қарайтын болсаңыз, ол жердегі қиындық жауапкершілік. Өйткені бүкіл жауапкершілік сенде. Жауапкершілік ол неден, сен жалпы бір жобаның үйлестіруші болғаннан ол жауапкершілік алған ауырлау екенін мен өзім сездім да оны. Жобаның үйлестірушісі болған кезде ол жерде жұмыс көп. Өйткені бүкіл бағдарламалық жұмыс сенің мойныңда, жобаның сапалы болу сенің мойныңда, оның сол жағынан қиыншылықтары бар да. Ода жауапкершілік аздау, бірақ жұмысы көптеу деген сияқты енді әртүрлі несі бар. Енді құрылтайшылыққа байланысты бұрындар болғанда осы 2024-ке дейін біздер есеп тапсырмайтынбыз. Қазір құрылтайшы ретінде біз уже налоговыйға есеп тапсыруымыз керек, декларация тапсыруымыз керек.
яғни сіз бірнеше ұйымда, мен мысалы үшін бірнеше ұйымда біреуінде құрылтайшымын, біреуінде бірдемеймін, барлығы бойынша мен уже налог тапсыруым керек. Ол маған тағы қосымша жұмыста сондай нелеріміз бар. Жалпы енді қай бағыт болмасын, қай не болмасын, сені белсенді болуға, сені тұрақты дамуға, тұрақты оқуға алып келеді барлығы, қайсы болсын. Қазір қай салада болмасын гендерлік баланс сақталу керек дейді. Біз енді 5 спикермен келістік қой Ақтауға келгелі. 4-еуі әйел заты, 1-еуі ер адам болды, енді баланс бұзылып кетті. Жалпы енді сұрақ басқа кішкене. Азаматтық қоғамда гендерлік тақырыбы қаншалықты көтеріледі сіздің мысалыңызда, сіздің айналаңызда, тәжірибеңізде? Содан кейін кеше Алматыда бір жобада біз кездестік, қыз-келіншектердің медиа қауіпсіздігіне арналған. Жалпы осы азаматтық секторда солай бөліп жарып, қыз балаларды оқыту қаншалықты өзекті, қаншалықты ол қажет деп ойлайсыз? Содан кейін сіздерде өз жұмыстарыңызда ол балансты сақтауға тырысасыздар ма? Мен наоборот айтатын бізде енді гендерлік баланс или гендерная чувствительность деген туралы айтқан кезде почему-то әйел адамдарды айта береді да, әйел адамның жаңағы бір нәрсеге қолжетімділігі аз сияқты. Білмеймін, енді азаматтық қоғамда жұмыс жасағаннан кейін мен ойлаймын, біздің наоборот саламызда слишком әйелдер көп. Мен наоборот ер адам. Әйел адам көп, бірақ тағы да акцент сол әйелдерге үстісіне жасалып жатқан жоқ па деген ол. Жоқ. Неге ол үстісіне жасалады? Ол мен ойлаймын, ол жерде ер адамдар тарту бойынша жұмыс жасалу керек та. Енді жалпы мен ойлаймын, бұл тақырыпқа енді жаңағы Алматы мен Маңғыстауды салыстыруға келмейді біріншіден гендерге байланысты да. Өйткені Маңғыстау бәрібір дәстүрлі, бұрынғы ата-бабаларымыздың несін ұстанатын жер болғаннан кейін көп нәрселер түсінбейді біздің үлкен кісілердің несіне байланысты да. Жалпы оған байланысты бізде 1-2 жоба болды. Бірақ жобаларда енді қызықты сәттер де өте көп болды, когда үлкен кісілер неге сендер ол тақырыпты жалпы көтересіңдер деген сұрақ болды да. Енді көтерілу керек ол. Енді жай-жайдан жасауға болатын шығар деп ойлаймын. Енді ондай қатты актуальный тақырып қазіргі таңда, бірақ біздің регионға өзекті емес ол. Біздің әлі қоғам дайын емес оны өзекті деп айтуға. Өйткені олар қазір түсініп жатқан жоқ. Мысалы үшін, мына қараңыз, мысалы үшін біз меритократия деп әдемі сөздерді айтамыз ғой. Меритократия деп біздің президенттің деңгейінде айтады да. Бірақ оны жалпы түсіну үшін адам оның мағынасы не екен, мағынасын түсінуі де мүмкін, бірақ оны адам деген бойына сіңіріп қорыту керек қой. Сол сияқты біздегі гендерге байланысты әлі адамдардың бойына ол сіңіп үйренбеді. Енді мен ойлаймын, енді қазір тақырыптан ауытқимын, бірақ айтқым келіп отқаны, мысалы үшін жаңағы Гарвардта докторантураға түсу үшін міндетті түрде сен жаңағы на знание жаңағы терминдарды тапсыруың керек екен. Ол жерде мына термин мынандай мағына береді емес, сен оны кәдімгі сен қалай түсінесің, соған тест тапсырады екен да. Сол сияқты мен ойлаймын, кейбір оппозиция деген, гендер, меритократия деген сияқты тағы бір өзекті қоғамда жиі қайталанатын бір тақырыптарға байланысты біздің қоғамдағы түсініктерді дұрыс үйрету керек та. Соның ішінде жаңағы не дейді ана? Скажите мне, маған. Әйелдерді қолдайтын феминизм. Иә, феминизм ол керемет зат негізі. Кесесіз ғой? Керемет зат негізі. Бірақ біздің қоғамда ол феминизмге байланысты жалпы түсінік басқа да. Оның даже білмеймін, олардың өздерінің бір сіңіріп алған бір басқаша бір түсінігі бар да феминизмге байланысты. Келісем ол мен. Иә. Сол сияқты қоғамды өзгерту үшін қоғамның санасын өзгерту керек. И тағы бір нәрсе айтатын нәрсем, жалпы енді мен қоғамдық ұйым ретінде көп адамдармен кездескен кезде менің бір нәрсе түсінгенім осы уақытқа дейін, адамдардың санасын өзгерту үшін ең басты керек нәрсе ол білім. Басқа ешқандай құрал осы уақытқа дейін адамдардың санасын өзгерте алған жоқ. Сол үшін дұрыс білім көп қой, бірақ дұрыс құндылықтармен берілетін білім керек. Айтып қаламыз ғой, феминизмді түсінбейді, меритократия түсінбейді деп. Мысалы азаматтық қоғамды да әзірге дұрыс қабылдай алмай жүрген азаматтар да бар шығар, қоғамда әлі. Мен осы жерде неткенім, енді мысалы үшін 10 жылдың ішіндегі салыстырып қарағанда, мысалы үшін үкіметтік емес ұйым, НПО деп айтқан кезде бұрындар адамдар түсінбейтін еді, вообще түсінбейтін еді, даже государственный органның өзі, мемлекеттік органдардың өзі түсінбейтін еді.
не ол деп та. А қазір жоқ, қазір қуанышты. Қазір мен көшеде кетіп бара жатқан кезде жаңағы қоғамдық ұйымдардың жаңағы бегущий строкадан рекламаларын көремін, ол қуантады мені. Адамдар жоқ қоғамдық ұйым дегенді үйренді. Енді барлығы көп жағдайда все равно масса көпшілігі қайырымдылық қордан естиді да. Ол қайырымдылық қоры қоғамдық ұйымның бір ғана формасы. Одан бөлек қаншама түрлері бар ғой қоғамдық ұйымдардың. Жалпы қоғамдық ұйым туралы, қор туралы, қор деген сөздің өзі қоғамға кіруінің өзі адамды қуантады. Оған дейін мысалы үшін вообще түсінбейтін. Жаңа звондап мысалы үшін бір шараға шақырып бірдеме деген сіз кімсіз, не үшін звондаватсыз деген сияқты. А қазір жоқ, қазір бәрі біледі. Ол өте жақсы. Сосын бір жақсы нәрсесі, мен өзімде, әріптестерімде біз мемлекеттік қызметкерлердің академиясында сабақ бердік, сабақ береміз. Олар содан да біздің қоғамдық ұйымдар туралы жақсы біледі. Сол тәжірибені мен ойлаймын басқа өңірлерде енгізу керек. Енді басқа өңірлер туралы жауап бере алмаймын, оны білмеймін, бірақ біздің қоғамдық ұйымдар 2017-18-тен бері, одан да ертеректен бері мемлекеттік академияда сабақ береді. Олар мен пәленше осындай қоғамдық ұйымның басшысымын. Яғни ол сізге мысалы үшін жаңағы осы деңгейде жұмыс жасайтын болғанда, мысалы үшін біз тек қана ақтауда жұмыс жасамаймыз ғой, мысалы үшін аудандық деңгейде, ауылдық деңгейде әкімдерге хабарласқан кезде де мен академиядан сабақ берген мөлдір ретінде олар мені көбірек таниды. Ондай нәрсеге де ол күшті себепші да негізі. Осы практиканы енгізу керек негізі барлық жерде. Сосын оның үстіне қоғамдық ұйымдар мысалы үшін мемлекеттік органдарға да жобалық басқару, мемлекеттік бюджетке де басқаша көзбен қарау деген нәрсені үйрете алады. Сосын тағы бір жақсы тенденция, біздің қоғамдық ұйымдардан шыққан азаматшалар қазір мемлекеттік органдарда жақсы позицияларда отыр. Ол да өте керемет нәрсе деп. Тәжірибе ғой, конечно. азамат. Иә. Енді азамат қоғамның көп таныла бермеуінің бір себебі медиада көрінбеуі. Медиа. Ол жағынан енді әріптестерім ренжіп қалмасын, маңғыстаулық жақта тәуелсіз қазақ тілді журналистика жоқтың қасы. Енді мемлекеттің тапсырыспен жұмыс істейтін бір редакциялар бар, енді кеңестік жүйеден қалған, сақталған деген. Медиамен жұмыстарыңыз қалай сіздердің? Енді біз сырттан қарап отырамыз, көп азаматтық қоғам өкілімен араласқаннан кейін біліп отырмын, кім немен айналысады, қалай айналысады, қандай көрсеткіштер бар. Соны медиада көре алмаймын. Шын айтайын ба? Шыныңызды айтыңыз. Бізде былай, біз енді кейбір тақырыптарды бізде енді мемлекеттік тараптан қаржыландырылғаннан кейін ол кейбір тақырыптарды бізде алмайды медиа. Жалпылама біз оны мысалы үшін үлкен мероприятиямызға шақырамыз, келсе келеді, келмесе біз просто аламыз да баспасөз мәлімдемемізді жіберіп жүріп бір мақала шығарып беруін сұраймыз, болды. Біздің қарым-қатынасымыз қазіргі таңда өкінішке орай сол деңгейде ғана шектеліп отыр. Бірақ біз СМИ-ді, бақ құралдарын белсенді болуға әрдайым шақырамыз. Оларды біз өзіміздің кейбір комиссияларымыздың отырыстарына шақырамыз. Өйткені оларда тәуелсіз медиа ретінде қоғамда жүрген баспасөз өкілдері ретінде өздерінің пікірлерін білдірсін, өздерінің жаңа салмақтарын салып бағасын берсін деп айтамыз. Бірақ өкінішке орай ондай сапалы сарапшыларды, журналистерді табу әрдайым мүмкіндік бола бермейді. Ол рас. Сонда үкіметтік емес ұйымдардың бір өздерінің лояльді журналистер пулы деген жоқ па сонда? Бар. Мысалы, азаматтық альянс, Жібек Ахметова басқаратын, оның бір өзінің дос журналистері болса, 5-6 міндетті түрде Маңғыстаудан емес, басқа облыстардан, Алматы, Астанадан болсын. Сосын енді достық бір қарым-қатынаспен жаңағы кейбір жобаларын көрсететін пул қалыптастыру керек шығар деп ойлаймын да. Жақсы түсініңіз. Жалпы оны бізде енді соны пул қылып біріктіруді білмейміз, бірақ журналистерді танимыз ғой. Енді мен де шындайды, біз Ақтөбеде отырып кейде ойлаймын, Маңғыстауға барып, азаматтық қоғам өкілдерінің шараларын бәрін көрсетсек, принципе біз солай істеп жатқан сияқтымыз ғой, дәл осы подкасттың өзі сондай бір ойдан туындаған. Бізде журналистика мықты, салыстырмалы түрде Ақтөбеде мықты, қазақ тілді де, орыс тілді де. Бірақ азаматтық қоғаммен жекеме өзімнің субъективтік пікірім қарым-қатынас жоқ. Бізде жағдай шамалы керісінше да. Мен шығарғым келеді, енді барша мүмкіндігі шектеулі жандардың орталығы бар, өте жақсы жұмыс істейтін, бір-екі бір азаматтық қоғам өкілдері бар. Болды, ары қарай мен қараймын жобасын, грант алып отыр, игеріп отыр, отчеттарын жақсы жүргізіп, болды.
менде ана жерде ниетін байқамаймын олардың, сосын мен көрсеткім келмейді журналист ретінде. Ал кейбір азаматтық қоғам өкілдерінің жұмысын көремін де, сұрамаса да, олар маған өтініш айтпаса да, өзім шығып мынаны көрсеткім келіп тұр, сіз жұмыс істеп. Және бұл жерде медиа, білмеймін, бір редакцияларда кез келген миссия болу керек сияқты. Бизнесті де, билікті де басқанда көрсете берсін, бірақ азаматтық қоғамды міндетті түрде контентінің бірдеңе пайызы деп алу керек деп ойлаймын. Енді біздің кішкентай шағын сайтымыз бар, онда да азаматтық қоғам деген бір айдар ашып қойдық. Оның ішінде осы азаматтық қоғамның жаңалықтары керемет. Иә, ерекше балалардың аналарымен жұмыс істейтін Гүлбаршын Қарабалина, иә, тағы да бір жігітті жаздық осы Маңғыстаудан. Біз жақын өңірлер болғаннан кейін. Енді соңғы сұрақтарым, нетворк тақырыбы. Басқа салада білмеймін, осы азаматтық қоғамда нетворк жақсы бір мүмкіндік, пайдаланатындай мүмкіндік. Сіздер басқа өңірлерге шығасыздар, ұйымдармен жұмыс, донормен, жаңағы не дейді, бенефициар дейді, резидент дейді, басқамен. Сол жағынан сізде қалай ол жеке өзіңізде? Еуропалық одақпен, елшіліктермен жұмыс істедіңіз, олардан меймандар келеді, сіздер өздеріңіз шығасыздар, сол кезде бір көзге көрінбейтін, бірақ сондай бір нәзік бір не бар да, жаңа белгілер. Пайдаланасыз ба сондай? Пайдаланамыз, міндетті түрде пайдаланамыз. Негізі қоғамдық ұйымда жасау нетворкинг құруға өте үлкен алаңда, керемет алаң. Мен жаңа журналистер туралы бір айтып кетейінші осыған дейін. Мен жаңа сіз айтып отқан кезде есіме түсіп отыр да, бізде тағы бір нәрсе бар да, бізде орыс тілді жақсы новостной Лада бір басқа бар, бірақ инақтау деген бар. Бірақ олар бізде қоғамдық ұйымдар көбінше шараларын қазақша өткізеді, қазақша болып жатады да, алмайды. Мықты шаралар болып жатады. Сондай нәрсені де айту керек та. Олар өздері сол сияқты сондай бізде кішкене дискриминация бар да, қоғамдық ұйымдардың тарапынан. Біз мысалы үшін шақырамыз кейбір кезде, потому что көбісі ладан оқиды. Бізде халықтың 80-90% ладан оқиды. Күнде тардан келгенде жұмысына бірінші ладан ашады да. Сол жерге біз түскіміз келеді, бірақ лада бізді кез келген кезде, қалаған кезімізде или қалаған шарамызды ала бермейді. Сондай бір қиындықтар бар. Жаңа нетворкингке келетін болсақ, нетворкинг сұрағыңызды онша түсінбедім мен негізі. Азаматтық қоғам саласында нетворкинг жақсы дамыған, пайдалана білсе егер, соны сұрағым келген. Нетворкинг басқа өңірлердің азаматтық қоғам өкілдерімен, мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, донорлармен нетворкті қалай пайдаланасыз деген ғой? Нетворкингті ма? Нетворкингті біз бүкіл жұмысымыздың барысында пайдаланамыз. Біріншіден ол, мысалы үшін біз қазір тағылымдама деген жоба жүргізіп жатырмыз. Бүкіл Қазақстанның 4 қаласына, Астана, Алматы, Қостанай, Шымкент қалаларына біз қоғамдық ұйымдарды жіберіп тәжірибе алмастырып отырмыз. Керемет жоба. Басқа өңірлерге де сол жобаны енгізуді ұсынамын, өйткені біз уже қазір результатын ақырындап көріп бастадық. Қоғамдық ұйымдардың көзі жанып, басқа бағытта жұмыс істеп, басқа нәрселерді істеуге деген несімен келді да. Енді нетворкингті біз сол жерге барған кезде, мысалы үшін бізді қарсы алатын, бізге бір барған кезде, бір тағылымдамаға барған кезде олар кемі 8-ден 10-ға дейін қоғамдық ұйымды көріп келу керек. Яғни біз мысалы үшін Астанадағы бүкіл қоғамдық ұйымды білмейміз ғой, бірақ біздің Астанада мықты сол жаңа нетворкингтің арқасында серіктесіміз бар. Сол бізге өзінің сол жаңағы аймақтың өкілі ретінде бүкіл тағылымдамамызды істеп беріп отыр да. Сондай сияқты сол бар. Оның үстіне кейбір жобаларға байланысты объемдар аламыз ғой. Ол кезде біз пайдаланамыз нетворкингтің күшінде. Мысалы үшін жаңағы проонның үлкен жобасын алып келген кезде де, ол кезде де біз өзі жаңағы таныстықты, сол жердегі біліктілігімізді білген үшін сол нетворкингтің арқасында біз тағы сондай. Яғни біз нетворкингті жоба жүзеге асыру барысында, қаржы тарту барысында, серіктесіздеуде, оның ішінде журналист. Желіде байқадым, сіз Маңғыстаудың өкілдері оңтүстік өңірлерде жүрді. Сол ғой, тағылымдама деген басқа өңірлердің әріптестерімен кездесу. Ладаға қатысты бір момент айтып жіберейін. Қазір редакциялардың жағдайы жақсы емес. Жалпы Қазақстанда шағын редакциялардың жағдайы жақсы емес. Газет нұсқалары жабылып жатыр, барлығы желіде, сайтта сақталды. Енді оның барлығы бір жақсы өмірден емес, енді
оптимизация, бюджеттің жетіспеушілігі деп ойлаймын. Сол себепті кейде штатта болмай қалуы да мүмкін адамдар. Сондай моментте керісінше сіздерден шығу керек та инициатива. Аударып беріңіз лада үшін, жазып беріңіз өзіңіз бір сілезі фотосын, видеосын. Енді мен журналист болғаннан кейін айтамын, біз үлгере бермейміз да көп нәрсеге баруға. Мөлдір ханым, сізге көп рахмет. Мен тыңдап отырып біраз лайфхак алдым өзіме, бір инсайттар, шағын мастер-класс сияқты болып кетті сіздің сұхбатыңыз. Көп рахмет, еңбегіңіз жана берсін. Жаңағы құрылтайшы болыңыз, координатор болыңыз, өзіңіздің жеке ұйымдарыңыз дамытыңыз, қай жағынан да тек сәттілік тілеймін. Көп рахмет сізге. Рахмет.